Сәлем достар, сіздермен бірге ерте. Бүгін мен сіздерге түлкілер туралы айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бауырсақ, мен сені жеймін деп қоятын қу түлкі естеріңізде ме? Олар шын мәнінде айлакер түлкілер ме? Ертегілердің басты кейіпкері болып жүретін түлкілер жазда ғана жұптасып жүреді екен, ал қыста жалғыз жортқанды жақсы көреді. Олар мүлдем қоректандамайды. Еттен де бөлек тәтті жидектерді де сүйсініп жейді. Ал бұғандап жүретін құйрығының маңыздысы тіпті зор. Жүгірген кезде құйрығы тепе-теңдік сақтауға көмектеседі. Ал қыста суықта қорғайтын қорғаныштың қызметін атқарады. Түлкілер өте сақ аңдар. Егер қауіп төнсе, қуғынға түссе, іздерін шатастырып, басқа жерлерге жасырынады. Дәл осы қасиетіне қарап, оларды айлакер дейді. Түлкілер 50 км/сағатына жылдамдықпен жүгіреді екен. Олар елді мекендерге жақын жерде өмір сүргенді жақсы көреді. Тіпті қалаға да тез бейімделіп кетеді. Олардың есту, иіс сезу қабілеттері өте жақсы дамыған. Тіндерінің тереңдігі шамамен 3 метр. Ұзын тырнақтарының арқасында мысық сияқты ағаштарға шыға алады. Олар нағыз әртістер. 40-дан астам әртүрлі дыбыстармен дауыс шығарады екен. Жалпы түлкілердің 10-нан асқан түрі бар. Олар ертегілердің нағыз керемет кейіпкерлері болып саналады. Олар қу болғандықтан қызықты кейіпкер болып есептеледі. Мінекей достар, біз түлкілер туралы біліп алдық. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.